Bismillahirrahmanirrahim. Насыптың келесі орны өтеміз мүнада деп аталады. Мүнада деген шақырылған зат деген сөз. Яғни я деген әріптен кейін келсе, немесе хая, ая, а деген сияқты шақыру әріптері бар. Көбінесе я келеді. Осы я деген шақыру әріпі келген кезде, харпы келген кезде, одан кейін келетін сөз мүнада деп айтылады. Мынау харфу нида деп айтылады, мынау мүнада деп айтылады. Осы мүнадамыз мансұп болады. Мысалы, я Расулаллах, ей Аллахтың елшісі деген кезде. Я деген харфу нида болады. Мәбинна ала сукунла мухалалах мин яраб. Расула дегендегі, Расула деген сөз Расула деген сөзіміз мүнада болады да мансұп болады. Не болады? Мансұп болады. Аллахи мудоф илейхи болады. Мудоф илейхи деген екен кейін өтеміз. Немесе я рауфан бил ибад десек. Ей құлдарға мейірімді деген сөз. Я, ей рауфан мейірімді Аллах тағала айтып отыр ғой. Бил ибад құлдарына мейірімді. Жерде рауфан деген мансұп болады. Не үшін? Өйткені мүнада болып тұр, шақырылған зат болып тұр. Аллах тағала шақырылып жатыр. Я деген не болады? Харфу нида болады. Мына рауфан деген мансұп болады. Я ғафилан дегісіп айтсақ, ей ғапылдақтағы адам деп айтсақ, я деген харфу нида, ғафилан деген мүнада болады. Сөйтіп, ядан кейін келген кезде сөздер не болады екен, мансұп болады екен, қарап тұрсақ. Бірақ бұл мүнаданың әрдайым мансұп бола бермейді. Мансұп болмайтын кезде бар. Я зайду десек мансұп болмайды. Мансұп болады, бірақ дамаға мәмни болады, фи махали насып болады кездері болады. Я раджулу десек дамаға мәмни болады, фи махали насып болады. Не үшін енді кейде дамаға мәмни болады, не үшін кейде мансұп болады деген сұрақ туады ғой. Ол сұраққа мына кітап жауап бермейді. Бірінші кітап, оған жауапты екінші, үшінші кітаптарда табамыз, Құдай қаласа. Бірінші кітапта көп кірмейді, миды ашып кетпес үшін тек қана алғашқы түсініктерді қалыптастырады. Сондықтан да бізде ол мәселеге кірмейміз, бізде оған кейін кіреміз. Қазір білу керек екенбіз. Кейде я кірсе, сөздер не болады екен? Мансұп болады екен. Ал кейде мансұп болмай қалады екен. Бұл насыптың келесі бір орны екен.